Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен творожный чизкейктің оңай рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысқа електен өткізіп ұн саламыз. Ұнның үстіне қопсытқышты қосып, песочное тесто дайындаймыз. Ұнды електен өткізіп алған соң, оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Бізде осындай ұнтақталған қамыр болуы қажет. Оның үстіне дәміне қарай қант қосып, араластырамыз. Қантты араластырып алған соң, оның үстіне бөлме температурасындағы жұмыртқаны қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге құрғақ творог қажет. Ешқандай түйіршік болмас үшін творогты блендермен езіп аламыз. Творогтың үстіне 2 жұмыртқа және дәміне қарай қант қосып араластырамыз. Чизкейктің салмасын дайындап алған соң, қамырды тоңазытқыштан алып, оны формаға осылай қолымызбен жайып саламыз. Қамырды жайып алған соң, үстінен шанышқымен осылай басып шығамыз. Қамырды формаға жайып алған соң, енді үстінен салмасын салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің творожный чизкейгіміз пісіп дайын болды. Оны суыған соң, осылай кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Чизкейк өте жұмсақ әрі нәзік болып шыққан. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде менің рецептімен дайындап, ауыз тиіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын!